Сәлем достар, сіздермен бірге әдеттегідей доллар кезет арнасы. Бүгін мен сіздерге 2026 жылы зейнетақы, жәрдемақы және әлеуметтік төлемдер қалай өзгереді, сол жайлы айтатын боламын. Олай болса мені мұқият тыңдаңыздар. 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстанда айлық есептік көрсеткіш 4325 теңге. Сәйкесінше зейнетақы, жәрдемақылар мен түрлі әлеуметтік төлемдердің де сомасы артады. Ең төменгі жалақы мен ең төменгі күнкөріс деңгейі қанша? 2026 жылы ең төменгі жалақы мөлшері бұрынғыдай 85 мың теңге болып қала береді. Базалық әлеуметтік төлемдерді есептеу үшін ең төменгі күнкөріс деңгейі 2026 жылға 50.851 теңгеге шамасында белгіленді. 2025 жылы ең төменгі күнкөріс деңгейі 46.228 теңге болды. Зейнетақы қанша теңге болады? 2026 жылы базалық зейнетақы мөлшері ең төменгі күнкөріс деңгейіне байланысты есептеледі. Мемлекеттік базалық зейнетақының ең төменгі мөлшері 35.596 теңге болады. Төлем мөлшері азаматтың 1998 жылға дейінгі еңбек өтіліне байланысты өседі. 15 жыл еңбек өтілі бар азаматтар 40.680 теңге, 30 жылдан көп еңбек өтілі бар азаматтар 55.936 теңге көлемінде максималды базалық зейнетақы алады. Ең төменгі зейнетақы 2026 жылы 69.049 теңге болады. Бұл көрсеткіш республикалық бюджет туралы заңда бекітілген. 2026 жылы зейнет жасы ерлер үшін де, әйелдер үшін де бұрынғыдай қала береді. Ерлер 63 жас, әйелдер 61 жас. Көп балалы отбасылардың жәрдемақысы қанша болады? 2026 жылы көп балалы аналарға төленетін мемлекеттік жәрдемақы мөлшері 4 балаға 69.265 теңге, 5 балаға 86.598 теңге, 6 балаға 103.930 теңге, 7 балаға 121.263 теңге, 8 және одан да көп бала әр балаға 4 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, яғни кемінде 138.596 теңге. Алтын алқа, күміс алқа иегерлеріне жәрдемақы, алтын алқа иелеріне 31.997 теңге, күміс алқа иелеріне 27.680 теңге. Бала туғанда берілетін бір жолғы жәрдемақы мөлшері қанша? Бала туғаннан кейін әйелдерге жұмыс істесе де, жұмыс істемесе де бір жолғы мемлекеттік жәрдемақы беріледі. Жөргекпұл сомасы бала кезегіне байланысты. Бірінші, екінші және үшінші балаға 164.350 теңге. Төртінші және одан кейінгі балаларға 272.475 теңге. Егіз үшем немесе төртем болса, мемлекеттік жәрдемақы әр балаға жеке-жеке есептеледі. 1,5 жасқа дейінгі бала күтімі үшін берілетін жәрдемақы мөлшері қандай? Жұмыс істейтін әйелдерге бала кезегіне қарай 1,5 жасқа толғанша ай сайын төлем беріледі. Бірінші балаға 24.912 теңге, екінші балаға 29.465 теңге, үшінші балаға 33.951 теңге, төртінші және одан кейінгі балаларға 38.503 теңге. Егер анасы бала күтімі демалысына дейін ресми түрде жұмыс істеген болса, онда ол соңғы 2 жылдағы орташа табысының 40% мөлшерінде жәрдемақы алады. Асыраушысынан айырылғандарға берілетін жәрдемақы мөлшері қандай? Асыраушысынан айырылғандарға берілетін жәрдемақы ең төменгі күнкөріс деңгейіне және адам санына байланысты есептеледі. Ата-анасының бірі болмаған жағдайда балаларға немесе еңбекке жарамсыз отбасы мүшелеріне ай сайын 46.783 теңге беріледі. 2 адамға 86.447 теңге, 3 адамға 114.415 теңге, 4 адамға 132.213 теңге, 5 адамға
139.840 теңге. 6 және одан да көп адамға 152.553 теңге. Ата-анасының екеуінен де айырылған жетім балаға 78.311 теңге беріледі. Мүгедектігі бар адамдарға берілетін жәрдемақы қаншаға өсті? 7 жасқа дейінгі мүгедектігі бар балаларға 81.870 теңге мемлекеттік жәрдемақы төленеді. 7 жастан 18 жасқа дейінгі мүгедектігі бар балаларға және бала кезінен мүгедектігі бар адамдарға берілетін жәрдемақы: бірінші топ 111.872 теңге, екінші топ 93.057 теңге, үшінші топ 81.870 теңге. Ересектер арасындағы мүгедектігі бар адамдар: бірінші топ 111.872 теңге, екінші топ 89.498 теңге, үшінші топ 61.021 теңге. Авария, жарылыс, радиация, экологиялық төтенше жағдай салдарынан мүгедек болып қалған қызметкерлер: бірінші топ 163.739 теңге, екінші топ 139.840 теңге, үшінші топ 117.466 теңге. Кәсіби, әскери және арнаулы органдар қызметкерлері: қызметтік жарақат, мертігу, ауыру салдарынан: бірінші топ 200.357 теңге, екінші топ 154.589 теңге, үшінші топ 117.466 теңге. Мүгедектігі бар баланы тәрбиелеп отырған анаға немесе әкеге, бала асырап алушыға, қамқоршыға ол 18 жасқа толғанға дейін тағайындалған және төленетін мемлекеттік жәрдемақы 81.870 теңге. Достар, осымен видеомыз өз мәресіне жетті. Сіздерге пайдалы ақпаратты бере алдым деп ойлаймын. Менің арнамнан басқа да пайдалы ақпараттарды көре аласыздар. Сіздермен бірге болған Доллар KZ арнасы. Видео ұнаса, сіздерге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басып мені қолдап қойыңыздар. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі кездескенше.